Облыс тас жолдарында жол қауіпсіздігін одан әрі нығайту мақсатында полиция департаменті жергілікті атқарушы органдармен және қоғам белсенділерімен бірлесіп республикалық маңызы бар тас жолдарда көшпенді жиын өткізуде. Аталған жиынды өткізу себебі жергілікті тұрғындарды жол көлік оқиғаларынан сақтау және оның алдын алу болып табылады. Оның ішінде осы тас жолдар жиегінде иесіз мал жайылымының алдын алу, яғни тұрғындарға осы өздерінің қарауындағы малдарды иесіз тас жолға жібермеу. Сонымен қатар осы жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында департамент осы тас жолдарда жасырын патруль қызметін жүргізуде. Сонымен қатар жол қозғалысы ережесін әуеден бақылау мақсатында дрон құрылғылары да кеңінен пайдаланылуда.